Барлықтарыңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бүгін мен Диди достар, бүгін менің каналымда армандар картасын жасайтын боламыз. Ендеше соңына дейін көріп, лайк, подписка, комментарийді ұмытпаңыздар. Мені қолдап кетуді ұмытпаңыздар. Осы видеомызды ауырмай сырқамай аяғына дейін бітіріп алуды Аллам нәсіп етсін. Ендеше біз бастаймыз. Кеттік. Міне осыдан тұрған көптеген армандармен біз бүгін армандар картасын жасайтын боламыз. Но қатты көрсеткім де келіп тұрған жоқ. Себебі енді армандарыңды прям қатты көрсете беруге де болмайды ғой. Сол себепті осылай ішінара көріңіздер. Так, ол ең алдымен мен өзімнің армандар картамды жасау жолын көрсетейін. Мүмкін түсіріп жатқан себебім менің тіркелушілерім сұрады және менен де басқа адамдарға пайдасы тиіп, өз арман мақсаттарын жазуды үйреніп, мүмкін сол армандарға жететін қадамдарды менің видеом арқылы бастап, біреулерге пайдам тиер деген оймен бастап жатырмын. Ең алдымен біз осындай плакат аламыз, плакат сатып аламыз. Не болмаса А3 қағаздар болады. Егер армандарыңыз аз болса, А3 қағаздар жетеді. Осылай үлкен плакаттың осылай ашамызда. Қазір жан-жағына мынандай ауыр заттарды, өстіп қойып қоямыз, потому что мынау жабылып қала береді. Так. Все, мен осылай жайып алдым. Ендігі кезекте мен примерно армандарымды қойып жоспарлап алатын боламын. Мына жерге қойсам, мынау сыя ма? Или артық жер қалатын болса, біз армандар картамыздың артық бөліктерін кесуге мәжбүр боламыз. Ең алдымен сіздер мынандай мен секілді жылтыр жұмсақ қағазға шығартсаңыздар болады, не болмаса жұқа жылтыр емес қағазға шығартсаңыздар болады. Ол өз еріктеріңізде. Енді так, келесі ол менде бұны адамдарға былай түсіндіресіздер, жаңа шығаратын адамға бір параққа 4 суреттен шығарып беріңізші десеңіздер, дәл менікіндей размерлерде шығады. Әрине ол суреттеріңіздің размерлеріне қарайды. Себебі мына сурет менде томпақтау, мына сурет арықтау көріп тұрғанымыздай. Мына мысалы Google'дан скачать етілген сурет, ал анау анам екеуміздің галереядағы сурет. Ол армандар картасында адамның, жалпы бұл арман кімнің арманы? Соған байланысты адамның өзінің суреті де болу керек. Міне осылай содан кейін барлығын қырқып аласыздар. Дәл бұлай осылай қырқуға болады, мысалы ше, дәл бұлай емес. Жоқ, мен өзгеше қырқам десеңіздер, мынандай қылып жан-жағынан фотосуреттен шыққан секілді қылуға болады. Немесе бұлай жан-жағын міне, мына тоже өзімнің суретім, осылай жан-жағын былай ирелеңдетіп қырқуға болады. Және мынандай ромбик қылып қырқам десеңіздер, олай да болады. Қырқамын десеңіздер, әдіс өте көп. Әшейін осылай қылуға болады, бұлай қылуға болады. Ну, мен примерно түрлерін көрсетіп жатырмын да. Если сіздер енді қолмен тұратын болса, мысалы мен калимба армандаймын ба, осылай қолымның өзін ғана қырқып алған кездерім де болды. Қарасаңыздар, бұл да әдемі көрінеді. Себебі мына жерге мысалы жабыстырып, үстіне мына суретті былай жабыстырып кетуге болады деген секілді. Қазір бірге көретін боламыз. Осылай қырқу әдістері ол өздеріңізге байланысты. Мынандай ромбик қылып қырқуға да болады. Бірге көретін боласыздар. Қазір бірнеше армандарымды не үшін таңдағанымды да түсіндіріп кетемін. Және Pinterestке кіріп, мынандай армандар карта желания фразы деп десеңіздер, 2026 in my year мысалы ше, осылай көп тексттер шығарып береді. Қазір мен сіздерге примерно көрсетемін. Егер суреттерді таппасаңыздар, осылай Pinterесттен сұрасаңыздар да болады. Мысалы, моя кожа чистая и здоровая. Это тоже арманда. Мысалы, вот осыны жабыстыруға болады. Әжір. Көрдіңіздер ме осылай? Бірнеше суреттер менде әлі қырқылмаған. Мысалы, мына сурет, және сол қырқылмаған суреттерді қырқып, қайта келетін боламын. Міне достар, мен толықтай барлығын қырқып болдым. Ендігі кезекте қазір мен ең алдымен ортасына жабыстыратын суретті таңдайтын боламын. Ортасына әрине демеймін, қалай айтсам болады. Мен басына ойлағанмын, Мекке қаласын, яғни Меккені салам ба деп, бірақ ойымда қырқылмаған сурет қырып кетті. Жарайды, Меккені салам ба деп ойлағанмын, айта берейін, иә, мына жақта қырқып тұрып айта берейін. Ойлаған болатынмын, бірақ алдымен адамның өзіндік суреті тұру керек екен. Яғни бұл арман кімдікі дегендей ой туындамас үшін алдымен техникасына жалпы өзіңнің суретің, одан кейін барып жан-жағына ең қажеттілерің, одан кейінгілеріне уже прям қатты қажет емес, бірақ лажы болса осы жылы орындалса екен деген арман мақсаттарыңды жазады екенсің. Міне достар, мен толықтай қырғып болдым барлық армандарымды. Ендігі кезекте біз примерно қойып шығатын боламыз. Алдымен қоймас бұрын мен сіздерге соңында қандай заттармен примерно демей-ақ қояйын, безендіретінін айтып кетейін. Ол осындай лентамен қырқып безендіру мүмкін, не болмаса белгілі бір жерге бантик жасап қою мүмкін. Басында бұл лента бантик болған болатын, ал қазір жоқ. Ну, примерно осындай бантик қылып, бантикпен сәндеу мүмкін. Немесе осындай менде 3 түсті гуаш бояулары бар. Міне қасқа бояу кетпесе екен. Тиді! Ладно, астында сурет қалып кететін шығар деп өзім көндейін. Потом осылай ватные палочкалар керек, чтобы жаңағылармен бет-бет басып краскамен жазу үшін. Және клей керек, осы суреттерді жабыстыру үшін. Ендігі кезекте давайте біз бастаймыз. Ең алдымен мен өзімнің әкем анам үшеуміз түскен суретті қоятын боламын ортасына. Мұнда да суреттер қалып кетіпті. Қазір
достар, ол міне осы сурет. Әкем, анам үшеуміз, менің қазіргіден де өте кішкентай кезім. Бұны міне дәл ортасына қойғым келіп тұр. Осылай ортасына. Мына плакат өте үлкен, негізі былай қарасақ. Вот, өте үлкен. Так, ортасына осы сурет қойғым келіп тұр. Ал жанына ең алдымен мен Мекке қаласының суретін қойғым келіп тұр. Мекке қаласы бұл әрбір мұсылманның арманы, және дәл осы жылы орындалғаннан кейін келесі жылдың картасына қоспаймын деп айта алмаймын. Бұл әр жылдың арманы және әр жылдың орындалғанын қалайтын мақсатымыз десек те болады. Мінекей осылай жабыстырсам деймін, немесе былайына жабыстырайыншы мақұл. Иә, қатты майыстырмай, қатты ана бүйтіп қисайтпай қояйын. Одан кейін 2026 in my year дегенді мына жеріне жабыстырсам ба деп тұрмын. Одан кейін мен өзімнің қалауым болып осы жылы орындалса екен деп жүрген арманымның бірі, бұл ютубтан енді прям так, дәл осы жылға мендегі цель, хотя тамыз айына дейін 1000 тіркелушіге жету. Әрине ол сіздер үшін түкке де тұрмайтын, қалай айтсам, өтініш деймін ба, қалай? Түкке де тұрмайтын нәрсе. Себебі сіздер 20 миллион халықпыз Қазақстанда, соның менде қазір 171 ғана бар. Енді соны 1000-ға жеткізсек, осы жылдың тамыз айына дейін Құдай қаласа, міне осыны келесі арманым етіп қоюшы едім. Одан кейін прям қатты қалап жүргенім ол, мен негізі көп нәрсені қалап жүрмін, бірақ соның бірі бұл бізде вот қазір көрсетемін, иә, мен тауып алайын, таппай қалып жатырмын. Оның арманым өте көп екен, оказывается. Әрине, бұның барлығы Құдай қаласа 2026 жылы орындалатын армандар. Осындай Айқанат IQ кәсіби мектебі. Бұл мектепке де барамын деген ниеттемін. Осындай 4 бұрышта сурет шықты. Одан кейін жанына, мына жағына қайтадан өз суретімді жабыстырамын. Мұның жанына картинг, жоқ, кішкене темный болып баратыр. Сол себепті мен мынандай жерлерге осы, мысалы, Калимба және мына өзімнің суретін жанына Даридая киімі, Даридаяның дәл осы киімін тойға кигім келіп жатыр. Жақында ағам үйленетін еді, соған қатты кигім келіп жүр. Одан кейін мен осылай пони хочу. Ну, енді пони дәл бұл жылы орналмайтынына білмеймін, бір ғажайып болып орындалып кетпесе, тым болмаса пониға екінші мәрте, не болмаса үшінші мәрте мінгенімді қалар едім. Мақсат пен арманды шатастырмауларыңызды сұраймын. Бізде жақында ғана Айқанатта соған байланысты сабақ болды. Міне, бұл менің кәдімгі мақсатым да, арманым да болып жүр. Себебі қалай айтсам, бұны мен орындамасам болмайды, осы жылы бітірмесем болмайды, және қатты осы нәрсенің тезірек шешілгенін қалап жүрмін. Бірақ болар емес, ары бері бар қалауымды көріп жатырмын, бірақ болар емес, ары бері көріп жатқан сайын. Мындай туфли анам алып бергім келеді. Қатты. Себебі анама осындай трансформер туфли ұнап жүр кейінгі кездері. Қалай айтсалады? Короче, мамам аяғы ауырып кетеді, биік өкшемен жүре берсе, и сол мынау кішірейеді. Сол үшін трансформер туфлиді осы жылы Құдай қаласа алатын боламын, алып беретін боламын анама. Өзім ақша жинап, Құдай қаласа. Және мына Міне достар, мынау менің армандар картам. Енді осының барлығын орналастырып, жабыстырып шығамын да жан-жақтарына сөздерімді жазамын. Мынандай жерлерге мысалы сөз жазуға болады.
Достар, мінекей, соңғы жағын мен осындай міне горошектарды көріп тұрсыздар ма? Мында осындай нүктелерді мынандай ухачистканы гуашқа батыру арқылы салып аяқтадым. Және мына гуаштар кепкеннен кейін үстіне тілек жазам, не болмаса осы армандарым тез арада орындалсын, әумин, жақсы жолмен ақша тауып орындалсын деген секілді я раббым деп тілектерімді жазып тамамдасам болғаны. Ол тілектерімді сіздерге көрсетуді құптамаймын. Сонымен менің армандар картам аяқталды. Сіздер де мен секілді жасасаңыздар болады. Мінекей толықтай бір көрсетіп шығайын. Мінекей толықтай қарасақ, мен мына арманымның әсіресе тез орындалғанын, және мына арманымның тез орындалғанын, және мына арманым мәңгілікке орындалғанын қатты қалаймын. Мына арманым сабақты ине сәтімен болып тұр. Мына арманымда айдың соңына дейін күту керек. Мына арманым белгілі бір күнге түседі, Құдай қаласа. Мұндағы армандарымның барлығы өз сәтімен болады деген сенімдемін. Сол достар, осымен видеом аяқталды. Қолдап, лайк, подписка, комментарийді ұмытпаңыздар.